Сәлем құрметті агро каналының көрермендері. Бүгінгі видеомыз жылқылар туралы болады. Үйдегі тайларға, жылқыларға сіздерге қалай бағып жатырмыз қысты күні, сол туралы обзор түсіретін боламыз. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Осындай қазақтың каналдарын ютубта дамуына атсалысайық, қазақ тілді каналдарын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Мен осылайынан мына жерде тайларымызды ұстап отырмыз. Огородтың екінші жағында бақшамыздың. Қазір түскі уақыт болғандықтан барлығы шөлдеп тұр. Қазір осылай екі мынандай плякпен су алып келдік, 40 литрлік. Қазір шанамызбен алып келіп, осылайда қыс уақыты болғандықтан тачка сүйрегеннен гөрі шанамен алып келген жеңіл болады. Сол себепті осылайда шанамен алып келіп су беретін боламыз. Бұл жылқыларымызға таңертеңгі уақытта шөп сағандықтан түскі уақытта шөп самаймыз. Таңертең саламыз шөбін, түсте суын ішеді, кешке тағы бір шөбін саламыз. Сонымен кешкісін осы жерде жатып, сол шөптің үстінде осылайынан қыстан шығады. Ал бізде айғыр тайларды қоламасын деп осылайынан саулап қойдық. 5 жасар айғыр. Өздеріңіз көргендеріңіздей. Тайларымыз осындай. Сіздерге крупный обзормен көрсетейін. Қазір су беретін боламыз. Су беретін астына осынайынан не қойып қойғанбыз әдейі. Дөңгелек, үстіне мынандай кір жуғыш машинканың несі. Ручной кір жуғыш машинка болады ондай, токпен істейтін. Соның несі түбі. Ыдысы соны бұзып осындай жылқыға су беретін жасап қойғанбыз. Осы арқылы су беретін боламыз. Суымыз осындай құдықтың суы. Су құдықтың астынан, жердің астынан шығып жатқандықтан осылайынан жылы болады. Неғұрлым осылай құдықтан каштап беріңіз жүрсізді, жылы керек болады. Даланың суда ағып жатқан ағынды судан гөрі жердің астындағы су қыс уақытында осылай жылы келеді. Достар, қазір суды толтырып берейік. Бір толтырғанда бір пляктан толып кетеді осылайына. Бірақ бір айғырдың өзі 2-3 шелек су ішіп алады кемінде. Сол себепті қайтара толтырып беретін боламыз. Екінші плягымызды. Кемінде 2 пляг су ішеді барлығы. Қыс уақытында кейбіреулер жылқыны далада поле тастайды. Бірақ ол өте тиімсіз деп ойлаймын мен. Шама келіп жатса қолда ұстағанға жетпейді. Себебі далада ұстаған мал ол арықтап кетеді, құлын ұстап жатады көбінесе. Одан сіз 1 жыл босқа қараған еңбегіңізді ақтамайды. Керісінше көптеп шығынға бататын боласыздар. Сол себепті қолдан келіп жатса қыс уақытында малды осы 1-2 айға шыдап, қолда күтіп бағып жіберсе, сол жақсы болып кетеді. Міне, достар. Бізде ұрғаш тайлар. Жеке жүрген. Мына екеуі де ұрғашы құлалар. Құла мустанг секілді жылқылар, мұғалжар тұқымы дейді ғой. Бұндай тұқымда. Мына айғырдың тұқымын жаза кетіңіздер, қандай пародисті. Бойы биік, бойы 1,75 шамасында, 80-ге дейін барады кемінде. Менің бойыммен бірдей. Бойы 1,75 сантиметр менен кішкентай болады. Мен бойым 1,80. Оның бойы 1,75. Өте бойшаң жылқы. Шамамен қандай тұқым болады, соны комментарийді жаза кетіңіздер. Дұрыс жауапқа дұрыс жауап деп астына жазып құттықтап өтетін боламын. Міне бізде барлығы жабағы тайлар. Кішкене ертерек туған тайлар, еркек тай мысалы. Мынау ұрғашы, анау еркек, қаратайда еркек. Қаратайды ат жасасам ба деген ой бар. Себебі формасы барлығы, биесі барлығы жүйрік келген.
сүйегірі жасы кіші болса да. Достар, жылқыларды осылай қарап күтіп жатырмыз. Ар жаққа қарасаңыздар, тағы бір тай жүр. Ол былтыр сүтпен асыраған жетім құлын. Ол да өсіп, осылардың қатарына қосылды. Оған да бір жеке видео түсіретін болам, қалай өсіргенім туралы, барлығы туралы. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, міндетті түрде видеоларды өткізбей көріп отыруларыңызға кеңес беремін. Алда әлі талай қызық видеолар шығатын болады. Осылайынан тайларымызға су береміз. Қазір шіп болды, екіншісін құямыз. Шөбіне келетін болсақ, бұл ойдақ мал болғандықтан бұларға ең төменгі санаттағы шөп дейді ғой. Жусан аралас, көбінесе сағыр аралас шөптер, бұндайды береміз. Себебі бұларды қатты семірткеннен бәрібір де пайда жоқ. Себебі ішінде соғып жатқан құлыны жоқ. Құтырайын десе айғыр емес. Сол себепті бұлар көбінесе осы қыстан аман есен шығып кетсе болды, ары қарай көктемде далаға жібергенде көктемде ары қарай өздері оны алып кетеді. Көбінесе жақсы шөпті уаз малға беруге тырысу керек. Себебі оның ішінде сағыр мал болғандықтан ол екі бас малды асырайды ішіндегісімен. Ол аш далада жүрген аш мал өзіне шөп тақпақ түгілі құлынына қайдан шөп тапсын. Сол себепті көбінесе құлын тастау барлығы содан болып жатады. Сол себепті қыста ерінбей осылайынан жылқы малын қолдастауға кеңес беремін. Ал егер сіздер жақта шөп жақсы болып жатса, біз жақта себебі жайылым жоқ. Қыс уақытында, жаз уақытында мал көп болғандықтан, қой көп болғандықтан барлығын жеп қойып жатады. Сол себепті қыс уақытында осылай қолға ұстауға мәжбүрбіз. Міне бұларға мына көде шөптен береміз. Көде шөпті қойға беруге болмайды, себебі үстіне кіріп кетеді, ине секілді ол. Сол себепті осылайынан жылқы малына берген дұрыс. Жылқы малы көдені жақсы жейді, қатырлатып тұрып. Ал қолда ұстауға мүмкіндік болмаса, көбінесе поледа ұстасаңыздар, онда қазақтың қазіргі таңда көптеп азайып бара жатқан тұқымы бар. Ол дегеніміз қазақи тұқым, таза қазақтың жабы тұқымы. Сол жылқысын көбейтуге кеңес беремін. Анау көрсеңіздер тортай жабы жылқы. Басқа тайларға қарағанда еті де жақсы, өзіңіз байқасаңыздар. Шөпке, жемге шыдамды келеді олар. Көбінесе күтімді қажет етпейді. Бойы аласа, тайпақ, етке мықты жылқы болып келеді. Сондай тұқымнан ұстауға кеңес беремін. Осылайынан 80 литр су алып келдік. Таңертең 80 алып келдім. Онда ішіп қойды. Сонда күнде 160 литр су ішіп жатыр бұлар. 4 пляк. Қыс уақытында осылай шанамен, кішкене күн жылыса, тачкамен таситын боламыз. Ал астына келетін болсақ, астын бұлардың жылы кебу болу үшін астында сағырын жинамаймыз. Осылайынан жегенше жейді. Жемегені осы жусан секілді астында қалып, өз 5 жерге шашамыз. Осы жота болып қалған. Осы жерден жей береді. Ал тезегіне келетін болсақ, жылқының тезегінен білесіздер, өздеріңіз қалай қиын алуын. Сол себепті бұны көбінесе алмай осылайдан астында қалдырып қойып, көктем уақытында үлкен техникамен итеріп тастап, ары қарай поляға шаштыратын боламыз. Себебі жылқы тезегі жаз уақыты болса, ауа ылғалдылығы жақсы барлығы болса, 4 ай ішінде шіріп кетеді. Осылайынан жусан аралас шөп барлығын кешке дейін іштері піспейді, осыны кеміріп жеп жүре береді. Міне осы шөп маядан саламыз. Мына жерде 12 телешкі шөп болған. Қазір 6 телешкедей қалды. Осы жусан аралас шөп. Мынау ең төменгі санаттағы шөп десек болады. Осылайынан әр маяны бөліп қойғанбыз. Мынау төменгі санат жылқыға беретін шөп. Анау ортада ар жағындағы, ортаңғы санаттағы оны сиыр малына береміз. Көбінесе жұмсақ шөптер. Төбесіндегі жусан, ақ жусан шөп жатқан. Ол шөпті көбінесе біз жылқы малына береміз, ар жақтағы биелерге. Таңғы уақытта. Ал түскі уақытқа келетін болсақ, биемізге мына жоңышқадан саламыз. Бір уақыт, себебі буаз мал болғандықтан көбінесе қатты жаман шөп беруге болмайды, себебі ішіндегі құлынына әсер етеді. Ол өзі ғана жемейді, құлыны да жеп жатыр оның ішіндегі. Сол себепті
оған кішкене жақсырақ шөп беруге тырысамыз. Ал мынау бер жақтағы бізде жоғарғы санаттағы шөп, первый сорт десек те болады, мысалшы айтқанда түсінікті болсын. Бұны көбінесе ұсақ малға, тайыншаларға береміз. Алдыңғы видеоны көрсеңіздер, сиыр туралы не себепті осы тайыншаға береміз, барлығын айтып өткен болатын. Айғырымыздың бойы 1,75 шамасында болғандықтан, бойшын. Сол себепті мынаның артында, қоршаудың артынан басын шығарып, жоңышқаны осылай үзіп алып жеп тұрады. Оны енді ештеңке істей алмаймыз. Жегенше жейді, сол жемегені қалады. Достар, осындай тайлар. Каналдағы видеоларды үзбей көрсеңіздер, алдыңғы видеоларда осы тайларды мініп үйреткен видеомыз бар. Соны да көріп, тамашалап, баға беріп кетсеңіздер болады. Мына осылай қыстай тайды шығарамыз. Көктем шыққаннан кейін тайды тамбалап, оны ары қарай өріске, далаға айдап шығаратын боламыз. Содан олар анау бір қар жауғанға дейін далада 1,5 жасар болғанға дейін жүретін болады. Жерде ұрғашысы мен еркегі де аралас. Әртүрлісі жүр. Өздеріңіз көргендеріңіздей. Суды тағы да тауысып қойыпты. Мынаның үстіне қазір тағы бір пляг алып қоятын боламыз. Сонда шамамен күніне 200 литрдай су ішеді. Бір дәу бөшке, темір бөшке ішеді барлығы. Осымен видеомыз аяқталды, достар. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналдың дамуын қолдап отырайық. Келесі видеоларда тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Бордаққа қатысты сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Міндетті түрде барлығына жауап беруге тырысамын. Сіздермен болған Агро каналы. Келесі видеода кездескенше.